Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштері жазғы оқу жылының аяқталуына байланысты әскери техникалар мен қару-жарақты қысқы мерзіммен ауыстыру шаралары жүргізілді. Соған байланысты 12-740 әскери бөлімінде осы іс-шаралар сапалы өткізу мақсатында барлық санаттағы әскери қызметшілер мен әдістемелік нұсқау сабақтары өткізілді. Оның ішінде қауіпсіздік ережелерін сақтау, сұйықтар мен жанар-жағар майларын қыстық мерзімге ауыстыру, қысқы жылыту жүйелерін тексеру іс-шаралары атқарылды. Бұл шаралардың негізгі бағыты әскери техниканы әрқашанда жауынгерлік даярлықта ұстау.